Ayyagöz ve 92'nin arası. İşte o kadar olsa havayla iyi yerler yaptık. Assalamualaikum жігіттер. Аягөз. Бүгін 30 январь. Жол жабық Өскеменге қарай. Жолда келе жатқандар болса асықпаңыздар, боран болып тұр. Кеш жарық жігіттер. Тассор Ақтөбе. Ноғайдыдан бері қарай мына қар жауып жатыр. Дәлше больше не болатын Құдай білсін. Ал жолдарың болсын, аман жүріңдер. Группа, всем салам алейкум. Вот. Километров 10 от Хромтау в сторону Актюбинска идет такая дорога. Обдадан Жампити жаға жеге. Туннелден шықтым, нұрға туннелден шыққан жақ осындай болып жатыр ғой. Ой. Ошым жігіттер бе, Аягөз 92 орта жол жоқ. Мына жерде фуралар соғылып қалған, жеңіл машин кіріп кеткен. Ошым Алматы жақтан, Үшаралдан келе жатқандар, Аягөзден шығатындар, шықпай-ақ қойыңдар. Керек жоқ. Мына жерде перемет бәленбай машин соғылып жатыр мұнда. Түк көрінбейді. Міне алдыда соғылып жатқан машиндерін алар. Ар жағында бәленбай фура тұр. Ошым 92-ден бері қарай шықпандар, Аягөзден шықпандар 92-ге қарай. 92 Аягөз ортада жол жоқ. Жігіттер, жабық. Қарабұлақтан өткен екен қойшы, мына жерде разброд бір короче. Сол разбродтан қайтарып жатыр мына жақтың бәрін, қайтам дегендер. Ары қарай өткізбейді. Жол жабық қойшы қысқасы. Артта колонна. «22 января 2025 года, время 8:20. Автодорога Астана-Алматы, 113 маршрут. Находимся между поселками Нураталды и Шопа. Проезд обе стороны закрыт, переметы проезда нету. 3 КДМ работают. И в сторону Караганды тоже проезда нету. Вся дорога переметов.